Кеш жарық қыздар, түскі аста, кешкі аста оңай әрі тез дайындалатын тағам түрі бутерброд. Азанда да жесеңіздер де. Және ең бірінші бізге керекті сардельки, огурцы, 2 батон нан және де копченый сыр үйде бар еді, соны қолданып жатырмын. Сырдың орнына қаймақ, 3 сарделькиді жақсылап турап аламыз, жұқалап майдалап. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Және де копченый сыр менде енді өздеріңіз білесіздер. Капуста қоссаңыздар болады, сыр қоссаңыздар да болады. Қалауларыңыз бойынша енді менде үйде бар заттар осы болды. Копченый сыр жақсылап жұқалап турап аламыз. Огурцыда да жақсылап жұқалап турап аламыз. Және де дүкеннен алған наным осы батоннан. Және де 4-ке осылай видеода көрсетілгендей бөліп алыңыздар. Кейде бір кішігірім осындай тағамдар жегіміз келеді, кейде бір күнделікті тағамдардан жалығып. Сковородканы қыздырып, құрғақ сковородкада екі шетін қызартып күйдіріп аламыз. Сәл кішкене дәмдірек болу үшін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай екі жағын қызартып аламыз. Әдемілеп. Орташа отта, отты қатты қыздырмай, орташа отта үстіне басып осылай жақсылап қыздырып алыңыздар. Және де сковородканы сүртіп тазалап алып, кішкене май құйып, сарделкимді қуырып алдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай нанның екі жағына, екі бетіне қаймақ жағып аламыз. Және де ең бірінші сардельки, одан кейін огурцымызды, одан кейін сырымызды жақсылап қойып, екі нанды біріктіреміз. Сонымен бутербродымыз дайын болады. Және де қыздар, етсіз де, етпен де өте қолжетімді заттардан жасалатын кешкі ас түрлері, торттарды менің каналымнан көре аласыздар. Менің каналымды жоғалтпау үшін тіркеліп қоңыраушан басып қойыңыздар, қыздар.